Сәлеметсіздерме баршаңызға. Бүйрек пен жүрек бауыр мен көк бауыр сияқты ішкі ағзалармен бөлінгенімен, олар бір-бірімен өте тығыз байланыста. Бұл байланыс екі бағытта жүреді. Мысалы, егер сізде бүйрек ауруы болса, ол тұз бен судың сақталуына келіп, жүрек жеткіліксіздігін тудыруы мүмкін. Бүйрек ауруы қан қысымының жоғарылауына әкелуі мүмкін. Бұл жүректің қиындық тудыруына себеп болуы мүмкін. Бүйрек ауруы химиялық теңгерімсіздіктерді де тудыруы мүмкін. Бұл жүректің ырғағын бұзуы мүмкін. Және бүйрек ауруы қан ұйғыштарын және атеросклерозды тездетіп, жүрек ұстамаларын тудыруы мүмкін. Керісінше, жүрек ауруы қан қысымының төмендеуіне және бүйрекке қан жеткізілуінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Бұл бүйрекке зақым келтіруі мүмкін. Сіз мұның бәріне көмектесе аласыз. Өзіңізге көмектесу үшін бүйректеріңізге күтім жасау арқылы. Бұл сіздің жүрегіңізге де күтім жасауға көмектеседі.